Yok. Kechasi xabarlasam ma'lum so'g'a sаған. Neydi? Жай ештеңе. Сәл ыңғайсыз екен. Несі ыңғайсыз? Қыз болып тұрып, сәл өз сезімін білдіріп жатыр. Қой деп айтуға да ұялады екенсің. Немеге ұяласың? Немеге ұяласың? Ыңғайсыз емес пе қызың? Жоқ, қызың өзі саған алғашқы адам жасаса. Немеге қыз? Немеге өзінше болып ұялып тұрғызар болсың? Ұят емес пе? Несі ұят? Несі ұят? Мына заманда қазір ұят қалмады, бауырым. Қыз саған алғашқы адам жасады ма? Барды пайдаланып кетпейсің? Жоқ. Ол ондай қыз емес бауырым. Қазақ не дейді? Қазақ не дейді? Тана көзін сүзбесе, бұқа жүгін үзбейді дейді бауырым. Көзін сүзма, жүбіңді өз бар. Пайдаланып кет бар. Қыздардың бәрі сондай азы, мен саған айтайын. Ол алғашқы адам жасады ма? Тыңда, алғашқы адам жасады ма? Қыздардың бәрі сондай. Бауыр, мә, пәтердің кілті дайын барды, кездесуге шақырда, өзің әрекет жаса. Рахмет бауырым, оғыз ондай қыз емес. Бопты, саған шен үшін сондай болып қойсын. Беш, мен номерін беш, өзім ақсындырып болайын. Номер қандай? Қолымыз, немеге сонша қолымыз лағын отсын. Ол қыздың номері сенде бар. Қалай бар? Ол сен туған қарындасың. Бірде сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігіне сәлем болсын. Ол кісіге бір жас жігітке: «Я Расулалла, маған зина жасауға рұқсат берші». Сонда пайғамбарымыз Алланың оған игілігіне сәлем болсын: «Ей бала, сен сол іс-әрекетті өзіңнің анаңа қалайсың ба?» деп сұрақ қойды. Сонда ол жігіт «Жоқ» деп жауап берді. Немесе сен сол іс-әрекетті өзіңнің әпкеңе қалайсың ба деп сұрақ қойды. Сонда ол жігіт «Жоқ» деп жауап берді. Немесе сен сол іс-әрекетті өзіңнің қарындасыңа немесе өзіңнің қызыңа қалайсың ба деп сұрақ қойды. Сонда ол «Жоқ, Расулалла» деп жауап берді. Өзіңе қаламаған іс-әрекетті өзгеге қалауға болмайды. Қыздардың бәрі олай емес. Оның үстіне бауыр, біз мұсылманбыз. Соны естен шығармыз. Жарай ма?